көре алмаушының құзыры, тез ашуланушының достығы, өтірікшінің жігіттігі болмайды. Біреудің қасында жүргеніңе сүйенбе, қарсылас болуына бір адым, дұшпан болуына бір сөзің-ақ жетеді. Адамдардың көптігіне алданба, сен жалғыз өліп, қабірге жалғыз кіресің, қабірден жалғыз тұрып, есебіңді жалғыз бересің. Адамдардың көптігіне алданба. Ана дұғасы, пайғамбар дұғасы сияқты. Я Алла, көңілімде болғанды хаққымда хайырлы ет. Хаққымда хайырлы болғанды көңілімде хайырлы ет. Уақыты келгенде Раббың саған көңіліңдегіні береді және сені шаттандырады. Дін бауырыңның көзіне айталмаған нәрсені сыртынан айтуың ғайбат. Аллах разылығы үшін жасалмаған әрбір нәрсенің соңы мұң. Мейірімділікті білмеген адам ең жақын қазынаны және бақыт есігін ашатын кілтті жоғалтты дегені. Бүкіл адамдардың бәрі де күнә жасайды, бірақ күнә жасайтындардың ең хайырлысы тәубе етушілері. Амалдардың ең жақсысы осы үшеуі: мүмкіндігі аз бола тұра бере алу, жалғыз кезде тақуалықта болу, әрдайым тура сөйлеу. Я Раббым, барлығының тірілетін күні мені ұялтпа. Адамның көңілінде қаншалықты тәкаппарлық бар болса, ақылында соншалықты нұқсандық бар деген. Жамандық кіре алмайтын жалғыз жер ол маңдай мен сәжде арасы. Өмірде әр нәрсе, әркім-ақ бола аласың. Бірақ маңызды болғаны өмірдің ішіндегі ол адам бола алу. Нәсіп деген бір шындық бар бұл өмірде. Нәсібіміз болмаған нәрселерге таласпаймыз әрине. Шаршатпасын Раббымыз нәсібімізден басқа нәрсеге.